Сәлем достар, сендермен бірге легенда. Және де біз бүгін қалай видеоны монтаждауды осы үш предложение арқылы сендер өте күшті видео шығаруды білетін боласыңдар. Бізге ең алдымен InShot, PicsArt, творческая студия керек, міне осылар керек. Немесе мына InShot'тың орнына KineMaster'ды де қоюға болады. Директор деген бар, сондайлар бар. Бірақ маған InShot өзі ұнайды, өзінің водный знак жоқ. KineMaster деп жазылып тұрады, ал бұда ондай ешнәрсе жоқ. Ал екінші ретте бізде PicsArt керек. PicsArt болса болды, қалған бәрін істей береміз. Оны InShot'пен де монтаж жасауға болады. Мені суретті ең алдымен біз енді InShot'тан бастайық. Кез келген видеоны аламыз. Мысалы бізге мынаны ала салайық. Бола берсін. Короче, осындай. Абразит. Бұл жерде керегін қиып тастайсың. Мына жақтары бар емес пе, ол жақта сырып кетеді. Ал мына жасыл қоршап тұрғаны қалып кетеді. Ал мынау ортасынан алып тастай саласың. Ал мына да мына жерде мысалы, короче, оригинал деп қойғандарын дұрыс. Ал мынау полный оқыды, көріне алып тастап, бірақ әдейін көрінетін. Мына жерде бұл да болмайды. Бұланы YouTube'қа керек емес. Мынау үстіге фильтр. Бұланы яркасын көбейтетін сияқты басқа жүріп, мысалы, мынау төрттік өте мынандай дәл болып тұрады. Мынау кішкентай майда болып тұрады. Бұл өте әдемі болады. Көріңдер. Мынау екі жаққа бетте қарама қарсы жібереді. Мынау болса бәкше көрсетпей қояды. Мынау әдемі екен. Мынау бәкше аппақ қылып жіберді. Мына жері несі яркасы біртіп әдем болып кетті ма, бір бәле болып кетті әйтеуір. Короче, мына жерде плюс песни дейді. Бұл жерде біз өзіміздің нелерімізді қоя аламыз. Мысалы, мынаны қоя салайық. Осындай. Мысалы, одан кейін мына жерлерін бүйтіп қалай дей. Мынандай. Мынандай. Короче, қоя аласыңдар. Звук эффект деген
дегеніміз андай. Бұл қандай екен? Мен бұны көрген жоқпын, бірақ бұны не істемей қойыңдар. Мынандай мынау болса дыбыс жазамыз. Хайо достар. Әкең десе. Кетіңдер шығар. Болды, короче, мынандай болмайтын болса X-ті басамыз, болатын болса мынандай птичка, қайттан дыбыстайтын болсаңдар, қайтта кері айналып тұр. Мысалы бүйтеміз. Қараңдар. Мынау не үшін дауыс шықты? Тоқта. Мынаның дауысын азайтып тастайық. Сонда біздің дыбыстағанымыз шығады. Короче, осындай болды. Енді бізге стикер дегенде мынандай нелер бар. Дейміз, мысалы, мынау да бар. Бүйтіп мына жерде бүйтіп өтірік бүйтіп камера түсіріп отқандай. Одан кейін не бар еді? Мынау лайк дегені бар, бұл да әдемі. Мына енді осылар жетеді деген ойдамыз. Давай бүйте салайық. Не болады екен? Шығып кетті. Қараңдар. Зіңдетті. Енді мынау бізде мысалы тіркеле. Менің өзімнің айтатын сөзім. Мысалы, мынаны басасыздар да, осыны басып, өздеріне керектісін таңдап аласыздар. Бүйтіп. Мынау әдемі екен, Мен қолданбай жүрмін. Мен мынаны қолданам, әдемі. Мына мысалы бүйтесіздер. Шық. Батыс болып кетті, короче. Одан кейін мына жерде бүйтесіздер. Осындай болып кетеді. Мынау әдемі екен, Прикинь. Мынаны шрифт. Прикинь. Мынау онша көрінбейді. Мынау да түк несі жоқ. Мынау әдемі, одан кейін мынау әдемі, болды. Короче, мынаны, одан кейін мен сендерге шрифтті де көрсеттім. Енді мына қалай шығатынын, мысалы бүйтіп, шық деп секіріп тұрады, бұлай тұрады. Ойбай. Айналып кетеді оны. Ойты. Қойшы. Ёпты, мынау әдемі. Прикинь. Сонда. Жүрек соғысы сияқты. Ондай. Мынандай да бар екен. Өздеріңіз таңдап аласыздар. Әдемі. Выход, мынау кіруі, енді шығуы. Бүйтіп. Шық кеткізесек. Қараңдар енді. Не болып кетті мынау өз. Қараңдар, бүйтіп. Ассалаумағалейкум достар. Достар. Менің видеом. Қараңдар. Батыс болып кетті. Енді скорость осы 2-ке дейін бар. Мынаған қойып көрейік. Ё-моё. Мынау ше. Ебать. Тұра берсін, короче. Енді тоқтаңдар. Сендерге мен задний фон дегенді көрсетейін. Мысалы, мынағанша кезеген мына суретті қойып. Осындай болсын. Осындай болады.
ебать короче мынаны бүйтіп кесіп салғанына болады мысалы бүйтіп қайынмас дегенді көрсете қойып возвращение ауыстыру бүйтіп орындарын ауыстырып кетсеңдер флип дегенде қалай еді флип былай оңға қарап тұрса солға қаратып жіберуге болады мысалы ше біртүрлі болып қалады короче осындай мына жерге ше плюс деп тұр мына жерде бүйтіп көріп тұрған жасындар короче осыны басасыңдар кез келген мынаны таңдай саласыңдар мысалы не болып кетті быт болып кетті осындай короче былай кете береді бұл менің видеом өшіріп тастау керек мынаны одан кейін бітсеңдер мына жерде сохранить деп тұрады 5-ақ пайыз апты ё-моё осындай сохранить дегенді басасыңдар да өздерінің керекті качестволарын басасыңдар да болды басасыңдар өздері бүйтіп саған тартып береді осыны істеп береді болды одан кейін осымен бітті удалить дей салайық мынаны ал енді біз екіншісі мына пиксартқа жоқ пиксартқа кейін көшеміз